Қайырлы кеш, құрметті оқушылар. Бүгінгі бейне сабақта біз сіздерменен зат мөлшері тақырыбына есептеп шығаратын боламыз. Көріп отырсыздар, бірінші есепті алатын болсақ, зат мөлшерінің жалпы формуласы бізде қалай еді? Үш түрлі формуласы бар, иә? N тең масса бөлінген мольдерлік масса. Екінші формула бізде N тең болады V бөлінген Vm, иә? Vm-нің мәні бізде нешеге тең болады? Тең 22,4 литр бөлінген моль білдіреді. Үшінші формуласы бізде N тең болады молекула саны немесе атом саны немесе бөлшек саны бөлінген Авогадро тұрақтысы екен. Авогадро тұрақтысының мәні білесіздер деп ойлаймын. N-ның мәні тең болады бізде 6,02, оның 23 дәрежесі. Атом, молекула немесе ион болуы мүмкін, енді бөлшектің. Сондықтан бөлшек бөлінген моль болады. Бұл қандай бөлшек болғанына байланысты. Атом болса атом, молекула болса молекула. Жақсы. Онда бірінші есепті алатын болсақ, массасы 196 грамм күкірт қышқылының зат мөлшері қанша дейді? Оны табу үшін ең алдымен күкірт қышқылының формуласын білуіміз керек. Оның формуласы бізде H2SO4. Енді күкірт қышқылының емерін анықтайтын болсақ, бізде ол тең болады бізде әрине 2 қосылған 32 қосылған 64 тең болады, дұрыс айтасыз, 98. Енді бізде зат мөлшерін табу үшін N тең болады бізде масса бөлінген мольдерлік масса. Сол кезде бізде 196 бөлінген 98 тең болады 2 моль шығады екен. Жақсы, түсінікті, иә? Келесі есеп. Есептердің деңгейі болар ақырын-ақырындап қиындайды. Бұл есеп ең қарапайым оқушыға есептеген есеп. Массасы 34 грамм аммиак газының зат мөлшері қандай дейді? Ол есепті шығару үшін ең алдыменен зат жаңағы формуласын білуіміз керек. Аммиак деген зат, иә? Аммиактың формуласы бізде NH3. Сол кезде зат мөлшерін табатын болсақ, мынаның емері тең болады. Бізде қанша болады деп ойлайсыздар? 17. 17, сол кезде дұрыс айтасыз. 34 бөлінген 17 тең 2 моль. Келесі есепті көретін болсақ, енді кері есеп болып табылады. Зат мөлшері 0,5 моль мыс гидроксидінің массасы қандай дейді? Оны есеп шығару үшін масса тең болады М көбейтілген N. Бұл жерде купрум OH болып жазылады формуласын эквивалентті болғаннан кейін. Ал оның емерін анықтайтын болсақ, 98. 64 қосылған, дұрыс айтасыз, 17, 34, иә? Тең болады 98. Сол кезде 98 көбейтілген 05 тең болады 49 грамм екен. Келесі есепті шығаратын болсақ, зат мөлшері 4,2 моль кальций фосфатының массасы қандай дейді? Ол есепте алатын болсақ, кальций фосфатының формуласы бізде кальций 3 P4 екесінен болып тұрды. Дұрыс қой, иә? Емерін анықтайтын болсақ, бізде 40 көбейтілген 3 плюс. Мына жерде балалар P4-тің өзін жазып, соң жақшаға 2 көбейтеме. Фосфор бізде 31 қосылған оттегіміз 16 көбейтілген 4. 2 көбейтсек, барлығы шығады деген бізде 310 шығады. Массасын табу үшін біз N-ді көбейтеміз N-ға. Сол кезде 310 көбейтілген 02, дұрыс айтасыз, тең болады 62 грамм болады. Дұрыс жауабы. Келесі есепті шығаратын болсақ, қалыпты жағдайда көлемі мынанша оттек газының зат мөлшерін анықтайды. Бұл жерде келесі формуланы қолданамыз. N тең болады V бөлінген Vm. Сол кезде 44,8 бөлінген 22,4 тең 2 моль шығады екен. Келесі көретін болсақ, зат мөлшері 2,5 моль азот газының қандай көлемі дейді? Жақсы, бұл жерде V-ны табу үшін Vm-ді көбейтеміз зат мөлшеріне болар, яғни алдыңғы есепке кері есеп болып тұр. Сол кезде 22,4-ті көбейтеміз 2,5-ға. Сол кезде қанша шығады екен? 22,4 көбейтілген 2,5 56 литр шығады дейді. Менде өтірік болуы мүмкін. 56 литр шығады, иә? Жақсы, келесі есепті көретін болсақ, құрамында 3,01, оның 23 дәрежесі кальций атомы бар заттың мөлшері қанша дейді? Енді бұл жерде балалар Авогадро саны бойынша формуланы қолданамыз, яғни N тең болады бізде
м бөлінген н. Сол кезде зат мөлшерін табу үшін бізде мынаның зат мөлшері 3,01 10-ның 23 дәрежесін бөлеміз Авогадро тұрақтысына 6,02 10-ның 23 дәрежесіне. Сол кезде 23 пен 23 қысқарады бізде. Сол кезде не шығады екен? Тең 0,5 мол шығады. Түсінікті ма? Шығару жолы? Сұрақ бар ма? Жоқ, иә? Жоқ. Келесі есепке көшетін болсақ, зат мөлшері 3 моль судың құрамында қанша молекула бар дейді. Енді оны табу үшін алдыңғы формулаға, мына формулаға қарама қарсы формула, яғни n тең болады бізде n ал көбейтілген n, яғни 3-ті көбейтеміз Авогадро тұрақтысына. Сол кезде бізде 18-де 0,6 10-ның 23 дәрежесі молекула шығады екен балдар. Молекула себебі бұл бізде су. Молекула сау табылады, сондықтан да молекула саны солай болады екен. Келесі есепте массасы 745 грамм калий хлоридінің құрамында қанша формулалық бірлік деген. Формулалық бірлік деген балдар молекула санын айтты бұл жерде. Ең алдымен біз не істейміз? Зат мөлшерін анықтап аламыз. Ол үшін n тең болады 7,45. Енді анықтайық, калий хлордың жаңағы формуласы осылай болады. Ары қарай n-мерін анықтайтын болсақ, бізде 39 қосылған 35-те 5 тең болады 74,5 шығады. Молярлық массасы ары қарай зат мөлшерін анықтау үшін сол 7,45-ті бөлеміз 74-те 5-ке тең болады 1,1 моль шығады. Бұл бізде калий хлоридінің зат мөлшері. Ары қарай енді формулалық бірлік деген балалар бізде. Ол жаңағы қанша енді молекула бар дегенге келеді. Сол кезде алатын болсақ 0,1 көбейтілген 6,02 10-ның 23 дәрежесі. Сол кезде алатын болсақ бізде 6,02 бірақ та 10-ның 22 дәрежесі болады. Себебі 0,1 деген нәрсе ол бізде 10-ның -1 дәрежесі. 10-ның -1 мен 10-ның 23 бір-біріне көбейтіліп дәрежелері қосады. Сол кезде 10-ның 22 дәрежесі шығады. Түсінікті ғой, иә? Келесі есепке көшетін болсақ, қалыпты жағдайда көлемі 11,2 литр SO2 газының массасы қандай дейді. Ол есепті шығару үшін ең алдымен зат мөлшерін анықтап аламыз. Сол кезде SO2 болып табылады формула бойынша. Өйткені бізде күкірттің 4 валенті оксиді. Молін табу үшін SO2-нің біз 11,2-ні бөлеміз қалыпты жағдайға. Сол кезде бізде 0,5 моль шығады. Бұл бізде SO2-нің молі. Ары қарай енді массасын табу үшін біз мольді көбейтеміз несіне? Молярлық массасына. Сол кезде 0,5 көбейтілген 64. Мынаның мр 64 болады бізде балалар. Молярлық массасы тең 64 болады. Өйткені бізде күкірттің 32, оттегінің 16 көбейтілген 2, тоже 32, 64 шығады. Сол кезде бізде 32 грамм болады. Жақсы. Келесі есеп құрамында 1,204 10-ның 24 дәрежесі хлорсутек молекуласы бар газдың көлемін анықта дейді. Балалар мына жерде әдейі берген, баланың жаңағы білімі бар ма, дәрежемен жұмыс істей ала ма деген сияқты. Енді естеріңізде болсын. 1,204 басқа пасымыздай 1,204 10-ның 24 дәрежесі. Оны Авогадроға келтіру үшін балалар біз бір орын былай жылжытамыз. Сол кезде оңға қарай жылжыған кезде дәреже кемиді. Яғни 12-де 0,4 10-ның 23 дәрежесі болады. Ал егер балалар солға жылжысақ, ол кезде бізде 0,12 0,4 10-ның 25 дәрежесі болады. Түсінікті ойлаймын, дәрежемен жұмыс істеген кезде солға жылжысаңыздар дәреже көбейеді, оңға жылжысаңыздар дәреже азаяды. Ары қарай молін табу үшін, зат мөлшерін анықтау үшін біз сол 12-де 0,4 10-ның 23 дәрежесін бөлеміз 6,02 10-ның 23 дәрежесіне. Сол кезде қысқарады бізде тең болады 2 моль шығады. Бұл бізде SO2 газының зат мөлшері. Көлемін табу үшін VM көбейтілген, яғни зат мөлшеріне көбейтеміз
малярлық көлемге, сол кезде біз 2 көбейтілген қалыпты жағдай тең болады 44,8 литр екен жауабы. Түсінікті ғой, иә? Арға жүре беремін. Енді сонымен балалар бізде зат мөлшері бойынша А деңгейлі есептер бітті. Енді кейбір есептер, мына есептерді алатын болсақ, Б деңгейі. Бұл деңгейінде жалпы зат мөлшерінің пайдалана отырып, қосылыстың құрамындағы элементтердің мөлшері немесе массасы сол арқылы жұмыс істейтін боламыз. Мынандай есеп берілген, массасы 49 грамм күкірт қышқылының құрамындағы күкірт атомының массасы деп. Енді бұл есеп балалар шығарудың екі әдісі бар. Бірінші әдісі бізде күкірт қышқылының формуласын жазатын болсақ, H2SO4, барлығымыз білеміз оны. Енді оның анықтаймыз молекулалық массасын. Сол кезде алатын болсақ, ол тең болады бізде қанша шығады екен? Әрине 98 шығады. Ал оның құрамындағы бар күкірттің саны қанша екен? Әрине біреу. Сонда бұдан шығатын қорытынды 98 грамм күкірт қышқылының құрамында 32 грамм күкірт болады екен. Сонда қарапайым пропорцияға салсақ, 32 грамм күкірт бар. 98 грамм күкірт қышқылында. Ал енді массасы 49 грамм күкірт қышқылында қанша күкірт бар деген сияқты келтіреміз. X тең болады бізде. X табу үшін түсінікті деп ойлаймын. Мынакені көбейтіп, мынаған бөлеміз. Сол кезде бізде шығады екен 16 грамм. Түсінікті ғой, балалар? Шығару жолы. Келесі екінші әдісті көрсетейін. Ол үшін күкірт қышқылын мөлін табамыз. Сонда NH2SO4 тең болады бізде 49 бөлінген 98. Сол кезде бізде не шығады екен? Әрине 0,5 моль шығады. Енді балалар, мына жерде айта кететін нәрсе, қараңыздар. Қосылыстың құрамында әрбір элементтің зат мөлшерін анықтау үшін тауып көрсетейін. Мысалы үшін зат мөлшерін анықта десе, сутектің біз не істейміз? Мына зат мөлшерін алдындағы кішкентай тұрған индекске көбейтеміз, индекске. Сол кезде 0,5 көбейтілген 2 тең болады бізде 1 моль. Ол бізде сутегі деген атомның молі. Ал күкірттің жағдайына келсек, күкірттің индекс саны қанша? Әрине 1. Сондықтан да 0,5-ті көбейтеміз 1-ге, тең өзі шығады екен 0,5 болып. Ал енді сұраса, оттегінің зат мөлшерін, ол кезде біз не істейміз? 0,5-ті көбейтеміз қаншаға? 4-ке. Сол кезде бізде 2 моль шығады екен. Енді бұл балалар әрбір элементтің зат мөлшері болып табылады. Енді массасын анықтау үшін сол мольдарды көбейте саламыз, атомдық массаларына. Көбейтеміз үшін. Массасын табу үшін жаңағы біз не істейміз? 1 көбейтілген 1 тең болады. Жоқ, 1 көбейтілген дұрыс, 1 тең болады бізде 1 грамм болады екен. Яғни 49 грамм күкірт қышқылының ішінде бізде 1 грамм сутек болады. Енді күкіртті анықтайтын болсақ біз тең болады 0,5-ті көбейтеміз 32-ке. Сол кезде 16 грамм болады. Ал масса оттек табу үшін біз не істейміз? Әрине 2-ні көбейтеміз қаншаға? 16-ға. Тең болады 32 грамм болады. Сол кезде алатын болсақ, 49 грамм күкірт қышқылының құрамында 32 грамм оттек бар, 16 грамм күкірт бар және 1 грамм сутек бар екен. Біздер сұрап тұрған нақты күкірт, яғни дұрыс жауап 16 грамм. Екеуі сәйкес. Мынау енді моль арқылы еткен кездегі шешімі, ал мынау бізде пропорциямен шығарған кездегі шешімі. Енді бірақ балалар, моль арқылы шығаруды білуіміз керек. Себебі ол өте маңызды. Кейбір қиын есептерді оңай шығаруға осы моль әдісін білу жақсы көмектеседі. Келесі көретін болсақ, қалыпты жағдайда көлемі 22,4 литр болатын көміртек оксидінің газының құрамында қанша оттек атомы бар дейді. Енді оны табу үшін ең алдыменен көміршыл газының зат мөлшерін анықтаймыз. Ол үшін NCO2 тең болады 22,4-ті бөлеміз қалыпты жағдайға. Сол кезде бізде шығады екен 1 моль. Яғни көміршыл газының зат мөлшері бізде 1 моль екен. Енді оның құрамындағы оттектің атом санын анықтау үшін біз не істейміз? Әрине оттектің зат мөлшерін анықтаймыз. Ол үшін NO
тең болады 2 көбейтілген 1 көбейтілген 2, себебі су2-нің құрамында бізде 2 оттек бар индексінен. Сол кезде алатын болсақ, бізде оттектің зат мөлшері именно 2 моль екен. Енді ары қарай оттектің атом санын табу үшін сол зат мөлшерін 2-ні көбейтемін Авогадро санына. Сол кезде бізде шығады екен 12-ден 0,4 10-ның 23 дәрежесі. Осы жер түсінікті ма? Түсінікті, иә? Жақсы. Келесі есепті көріп жүрейін. Кальций нитратының құрамындағы барлық атомдардың жалпы саны есепте дейді. Енді ең алдымен балалар кальций нитратының жаңағы формуласын құрастырып алайық. Одан кейін зат мөлшерін есептейік. Кальций нитраттың формуласы бізде кальций NO3 окисленген. Зат мөлшерін анықтайтын болсақ, бізде тең болады 164 бөлінген емері кальций нитратының, кальций бізде қанша? 40 қосылған 28 қосылған 16 көбейтілген 6, е? 164 екен. Яғни зат мөлшерімен массасы мен мольдық массасы бірдей болып тұр, яғни бізде 1 моль шығады. Бұл бізде кальций нитратының зат мөлшері. Енді біз кальций нитратының құрамындағы барлық молекуланың санын анықтаймыз. Ол үшін N тең болады. N жаңа жазылса, N молекула дейсің, молекула. Молекула тең болады 1 көбейтілген Авогадро саны. Сонда тең болады Авогадро санының өзі шығады. Бұл бізде тағы да айтам, кальций нитратының молекула саны. Енді N атом санын анықтау үшін, балдар қараңыздар, біз не істейміз? Кальций нитратының құрамындағы атом санын анықтаймыз. Көріп отырсыздар, кальций бізде 1 атом, азот бізде 2 атом, сонда жиын 3 атом, оттегінің 6 атом, сол кезде қанша атом екен барлығы? 9 атом, е? 9. 9 көбейтілген 6,02, оның 23 дәрежесі болады. Сол кезде 6 9-ымыз қанша? 54-те 18 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі шығады. Сонда сонша бұлар атом бар екен, яғни. Түсінікті деп ойлаймын, иә? Атом санын анықтау үшін сонда молекула санын тауып аламыз алдымен, одан кейін құрамындағы атом санына көбейтеміз. Енді келесі есепті алатын болсақ, ол келесі есеп дейді, яғни құрамында 24 грамм оттек болу үшін кальций карбонатының қандай массасын алу керек дейді. Енді алатын болсақ, кальций карбонат формуласы бізде кальций CO3. Енді бұл жерде болады қарапайым пропорция салыстырсақ болады, или мольмен шығарсақ болады. Енді біреуін көрсетейін, алдыңғы есептерге ұқсайды. Мынаның құрамында бізде мысалы үшін алатын болсақ, бұның емері бізде қанша? Кальцийіміз 40, көміртегіміз 12 плюс 48 тең болады 100 шығады. Яғни 100 грамм кальций карбонатының ол бізде емері. Ал соның құрамындағы оттегіміз бізде қанша екен? Әрине 48 грамм оттегіміз. Сол кезде бізде қарапайым пропорция салсақ, 48 грамм оттегі бар 100 грамм кальций карбонатында. Ал 24 грамм оттегі болу үшін қанша грамм кальций карбонат керек? Әрине 48 24 2 есе болса 100 болады, мына жерде 2 тең болады, сонда 50 грамм болады дұрыс жауабы. Сонымен дұрыс жауабы 50 грамм болады екен. Келесі есепті көретін болсақ, мына есеп өзінше бір қызық есеп. Құрамында 9,03 сутек атомы бар аммиактың қалыпты жағдайдағы көлемі қандай дейді. Енді балалар білеміз, аммиактың формуласы бізде NH3. Енді тағы айтамын, мынау сутек атомының саны. Енді сутек атомының саны екенін білсек, ең алдымен біз жаңағы Авогадро санына бөліп, сутегінің зат мөлшерін анықтап аламыз. Сол кезде алатын болсақ, NH тең болады 9-дан 13, 10-ның 23-ті бөлеміз 6,02, 10-ның 23-ке. Сол кезде қысқарады бізде 23 пен 23 тең болады бізде 1,5 шығады, иә? 1,5 моль шығады. Бұл бізде тағы айтам, сутегінің молі. Енді көріп отырсыздар,
бізде мынау аммиак мысалы үшін бізде 1 моль болса, ішінде 1 моль азот бар, бірақ 3 моль сутек болады. Яғни бізде алатын болсақ 1 моль NH3-те 3 моль H бар. Түсінікті болу үшін жазып жатырмын сіздерге. Яғни 3 моль H түсінікті, иә? Ал 1,5 моль сутек болу үшін қанша моль аммиак керек яғни? Сонда алатын болсақ X тең болады бізде 0,5 моль болады. Яғни бұл бізде тағы айтсам аммиактың зат мөлшері. Енді аммиактың көлемін табу үшін сол зат мөлшерін қалыпты жағдайға көбейтеміз. Сол кезде алатын болсақ L тең болады бізде, V тең болады бізде VM көбейтілген зат мөлшері. Сол кезде бізде 0,5 көбейтілген 24 тең болады бізде 11-де 2 литр екен. Дұрыс жауабы осы болады. Келесі екінші типіміздің балалар есептерінің жаңағы соңғы есеп қалған екен. Массасы 133,5 грамм алюминий хлоридінің құрамындағы хлор атомдарының массасын табыңыз дейді. Бұл есепті қарапайым пропорцияға сала салайық. Сол кезде алатын болсақ, формуласы бізде алюминий хлорш болады. Енді оның мрін анықтау үшін алюминий бізде 27 көбейтілген қосылған 35,5 көбейтілген 3 тең 133-те 5 грамм екен. Яғни мрі жаңағы бізде сәйкес. Сонда бұл жерде алатын болсақ 100, яғни құрамда хлорды анықтайтын болсақ, бізде хлор қанша болады? Хлорымыз 35,5 көбейтілген 3 болады. Өйткені бізде құрамында 3 хлор бар. Сонда ол 106-да 5 грамм екен. Яғни 106-да 5 грамм хлор бар бізде 133,5 грамм алюминий хлорште болса, есепте бізде бергенде де 133-те 5 сәйкес болып тұр. Алюминий хлорш, сол кезде алатын болсақ, масса хлор X болады, яғни осында масса хлор тең болады бізде 106-да 5 грамм екен. Дұрыс жауабы осы. Түсінікті ма? Түсініксіз ба? Немесе, балдар, былай шығарсақ болады ме? Моль екінші әдісі алатын болсақ, N алюминий хлорш тең болады 133-те 5 бөлінген 133-те 5 тең болады бізде 1 моль шығады. Бұл бізде алюминий хлорштың молі 1 моль. Енді көріп отырмыз, алюминий хлорштың құрамында 3 хлор бар, значит N хлор тең болады 1 көбейтілген 3 тең болады 3 моль болады. Ал массасын анықтау үшін хлордың 3-ті көбейтемін жаңағы 35-те 5-ке тең болады бізде 106,5 грамм болады. Дұрыс жауабы осы болады. Екі әдіспен де салыстырып көресіздер, қайсысы ыңғайлы соны аласыздар. Түсінікті ғой, иә? Жақсы, онда есебіміздің үшінші типін бастайық. Реакция теңдеуі бойынша есептеулер балалар. Енді курста жалпы алатын болсақ, ОБТ курсында химияда есептердің басым көпшілігі, 90-100% реакция теңдеуі бойынша болады. Сондықтан дұрыстап тыңдаңыздар, үйреніп алыңыздар. Мынандай есеп, массасы 50 грамм кальций карбонатын терминалға таратқанда түзілетін кальций оксидінің массасы қандай дейді. Ол есеп шығару үшін ең алдымен реакциясын жазып алуымыз керек. Реакция теңдеуі бізде кальций CO3 ылдырайды бізде кальций О менен CO2-ке. Тағы бір маңызды нәрсе балалар, ұмытпаңыздар, бұл примерно бізде жүреді екен 900 мың градустың маңайында. 800 градус, 900 градус, 1000 градустың маңайында жүреді. Енді кальций оксидінің массасы дейді. Ол үшін қарапайым пропорция құрамыз. Бізде кальций карбонатының массасы берілген, ол бізде 50 грамм. 50 грамм өзім жазамын, 50 грамм деп. Ал кальций карбонатының емері бізде жаттап алғанбыз, әрине 100 грамм бөлінген моль, немесе 100 деп ала берейік. Ары қарай кальций оксидінің массасын табу үшін мына жерге есептеймін, кальций оксидінің массасы бізде 40 плюс 16 тең болады, 56 шығады. Сол кезде X табатын болсақ, 56-ны көбейтем 50-ге бөліп 100-ге. Сол кезде бізде болады екен 28 грамм. Түсінікті, иә? Бұл бірінші есеп балалар. Түсінікті ма? Жақсы. Яғни массаны тапқан кезде біз екі заттың да, белгісіз заттың да жаңағы
мольдерлік массасымен жұмыс істейміз мрлармен, иә. Одан кейін олар алдындағы коэффициентті көбейтеміз міндетті түрде. Мысалы үшін 2 тұрса 2-ге көбейтілуші еді, 100 деген сан. 3 тұрса 3-ге көбейтіледі деген сияқты. Енді ол алдағы төменгі есептерде болады, сондай түрлері. Жалпы бұл массаны табуға арналған есеп. Сондай бір аналог есеп берген екен. 40 грамм мыс оксиді күкірт қышқылымен реакцияға түскен кезде қанша грамм мыс сульфаты түзіледі дейді. Реакциясын жазып алатын болсақ, бізде купрмо плюс H2 SO4 тең болады купрмес 4 плюс H2O. Енді купрмес 4-тің сіздер түсін білесіздер, ол бізде қандай түсті? Әрине көк түсті, иә? Айтқан болдым сіздерге, маңызды нәрсе. Сол кезде алатын болсақ, бізде 40 грамм купрмоның емері, купрм бізде 64, оттегі 16, жиын 80 шығады. Енді мыс сульфаттың емерін анықтау үшін, оның массасын табу үшін емерін анықтаймыз. Енді мыс бізде 64 плюс 96, сол кезде 160 болады. Сол екістен болады бізде 80 грамм болады. Яғни 160 мен көбейттім 40-қа бөлдім 80-ге. Түсінікті, иә? Келесі есепте, бұл жерде бұлар екі есеп ұқсас болды. Біз тек қана масса таптық. Енді мына есепте сұрап деген көлем табу. Тағы бір айтып жіберіңізші. 160-ты 80-ге көбейтіп 40-қа бөлдіңіз ба? 160-ты 40-қа көбейтіп 80-ге бөлесіз. Пропорция ғой. Мынаған көбейтіп, мынаған бөлесіз. Екеуі тең, енді екеуі тең болады. Көбейтінділері. Келесі есепті көретін болсақ, 13 грамм мырыш тұзғы қышқылымен дейді. Жаңағы сұрап тұр көлемін сутектің. Енді бұл есептің ерекшелігі, бұл жерде есептің газдың көлемін сұрап тұр. Ол үшін реакциясын жазамыз. Мырыш плюс H хлор, сол кезде бізде бөлінеді екен. Мырыш хлориді менен сутегі. Енді алдына қоямыз 2. Мырыштың массасы бізде 13 грамм. Мырыштың мольдерлік массасы бізде 65 болады. Енді қараңыздар. Егер де газдың белгісі болғаннан кейін аспанға белгі қойдым, себебі газ бізде аспанға ұшады білесіздер, иә? Енді студент газдың көлемін анықта десе, балалар, алдындағы коэффициентті көбейтесіздер мольдерлік көлемге, яғни қалыпты жағдайға. Мысалы үшін мына жерде 1 тұр ма? Яғни мынау автомат түрде болады бізде қалыпты жағдай. 24-тің өзі шығады. Сол x табу үшін біз не істейміз? Мынаған көбейтіп, мынаға бөлеміз. Сол кезде бізде не шығады? 4,48 литр шығады екен. Түсінікті, иә? Көбейт көрсеңіздер, сенбесеңіздер. 13 көбейтілген қалыпты жағдай бөлінген 65 тең болады, 4,48 литр шығады. Жауабы осы болады. Сонда газдың көлемін анықтау үшін алдындағы коэффициентке көбейтесіздер балалар. Мына жерде просто бізде бір коэффициент қана тұр. 2 болса, мына қалыпты жағдай 2-ге көбейтуші едік. Түсінікті, иә? Дәл сол сияқты, мысалы үшін мына жерде 2 болса, 65-міз 2-ге көбейтуші едік. 130 болушы еді астында. Түсіндік қой, иә? Жақсы, сонда келесі есепті көрейік. Қалыпты жағдайда 11,2 литр көмірқышқыл газын алу үшін қанша грамм кальций карбонатын тазарту керек дейді. Точно ұқсас есеп. Кальций карбонаты қыдырайды бізде кальций О менен СО2-ге. Енді кальций карбонатының массасын сұрап тұр керісінше, ал СО2-ның көлемі бізде 11,2 дейді, астында бізде 22,4 дейді. Себебі неге десеңіздер, алдыдағы коэффициент тағдайдан 1. Сол үшін қалыпты жағдайдың өзі жазыла салады. Ал кальций СО3-ның бізде емері 100, өйткені алдыдағы коэффициент бізде 1 тоже. Өзі қала береді. X табатын болса, X-тен болады бізде мынаға көбейтіп, мынаған бөлем. Сол кезде бізде 50 грамм шығады екен. Түсінікті, иә? Келесі есепті көрейік. Массасы 12 грамм магний оттегіде толық жанғанда түзілген магний оксидінің зат мөлшерін анықтаңыз дейді. Бұл есеп шығару үшін есебінің реакциясын жазам. Магний плюс оттегі тең болады бізде магний О. Теңестіру үшін алдына қоямын 2, алдына қоямын 2. Мына жерде түсіндірмей қойын, не үшін магний О бөлінеді, оны біліп отырсыздар деп ойлаймын. Енді мына жерде алатын болсақ, бізде массасы 12 грамм магний берілген. Ары қарай, мына жерде алатын болсақ, мысалы үшін қараңыздар балалар. Магнийдің алды 2 коэффициент тұр. Значит, магнийдің өзі 24 болса, 2-ні көбейтемін 24-ке. Сол кезде бізде 48 шығады балалар. Түсіндік, 48 шығады.
Ал енді зат мөлшерін анықта десе, мына мысалы үшін магний ионың, біз тағы да айтамын, үшінші жағдай бұл. Көлем, масса және бізде не ғой, зат мөлшері ғой. Вот зат мөлшерін табу үшін белгісіз заттың просто жаңағы алдында тұрған коэффициентті астына қоя саламыз. Сол кезде 2 қоямыз. Мысалы үшін сол кезде x тең болады бізде, қызмен кете берсін, 2 моль болады. Сол кезде үстіне x моль болады. X тең болады бізде 2-ні көбейтем 12-ге бөлем 48-ге. Сол кезде бізде шығады екен қанша? 0,5 моль шығады. Түсінікті ғой, иә? Дальше кеттік. Қалыпты жағдайда көлемі 224 литр оттегі сутекпен реакцияға түскен кезде қанша моль су бөлінеді дейді. Сондай есеп зат мөлшері бойынша. Реакциясын жазсақ, H2 плюс O2 тең болады бізде H2O. Енді реакциясы бізде 2 болады. Енді көлем бізде оттегінікі. Ол бізде болады екен 22,4 литр. Ал енді жаңағы 2,24 2,24 екен ғой. Көлемі 22,4 литр балдар. Вот не үшін десеңіздер балдар, тағы айтамын, алдында коэффициент бір тұр. Сол үшін өзі қала береді қалыпты жағдайдың. Одан кейін судың молін табу үшін астында тұрған коэффициент бізде 2, көріп отырсыздар ме? Сонда 2 моль деймін, үстіне x деймін. Сонда x табу үшін 2-ні көбейтем мынаған, бөлем мынаған. Сол кезде x тең болады бізде 0,2 моль екен. Дұрыс жауап осы болады. Реакция теңдеулері бойынша артық кем дейді балалар. Яғни бұл деген сөз балалар, бір заттың молі артық болады, бір заттың молі кем болады. Енді балалар, қайсысы артық қалғанын, қайсысы кем қалғанын табу үшін жаңағы моль арқылы шығарамыз. Ең алдымен мындай есеп шығарған кезде балалар, реакциясын қарастырып аламыз. Мысалы үшін алатын болсақ, массасы 23 грамм натрий мен массасы 71 грамм хлор реакцияға түсті. И түзілген натрий хлоридінің массасы қандай дейді. Жақсы, енді реакциясын жазатын болсақ, бізде натрий плюс хлор газы бізде әрқашанда хлор 2 болады. Сол кезде бөлінеді бізде натрий хлор. Теңестіру үшін алдына қоям 2, алдына қоям 2. Енді үстіне жазсалам массаларын 23. Мұнда бізде вот қараңыздар, алдында коэффициент 2 тұр. Натрийдің өзі 23-ке тең. 2-ге көбейтсем 46 болады балалар. Сонда бірақ жазасыздар сразу көбейтіндісімен. Хлордың массасы бізде 71 грамм. Хлордың өзі бізде 35,5 грамм. 2-ге көбейтсек 71 шығады. Енді балалар әрқайсысын бөлеміз. Сол кезде 23-ті 46-ға бөлсек бізде 05 шығады. Ал енді 71-ді 71-ге бөлсек бізде 1 моль шығады. Қалай ойлайсыздар? Кім аз, кім көп? Әрине бізде кім аз? Натрий. Натрий аз, значит, натриймен шығарамыз балалар. Сонда бізге хлордың қажеті жоқ. Түсіндіге? Деп шығады натриймен. Енді балалар, мына жерде кер жоқ, одан мынау да кер жоқ. Бұл тауып алу үшін шығарып отырмыз. Ары қарай енді не істейміз? Натрий хлорид массасын табу үшін натрий хлордың бізде емерін анықтаймыз. Натрий хлор бізде 23, қосылған 35,5 тең болады бізде 58,5 шығады мынанікі. Ләкин алдында 2-ге көбейтем балалар. 2 тұр, коэффициент. Көбейтсем бізде 117 шығады. Сонда 117-ні жазам. 117 деп. X табу үшін біз не істейміз? 117-ні көбейтеміз 23-ке, бөлеміз 46-ға. Түсіндік қой, иә? Сол кезде бізде жауап болады екен 58,5 грамм шығады. Түсінікті ме? Түсінікті, иә? Жақсы, ары қарай кеттік. Массасы 28 грамм кальций оксидімен су реакцияға түскен кезде түзілетін кальций гидроксидінің массасын анықтайды. Жақсы, енді ол есеп шығару үшін реакциясын жазамын тағы да. Бізде кальций О плюс H2O бөлінеді бізде кальций OH. Екізленген. Себебі бізде негізгі оксид плюс су тең негізде өткенбіз, ережені. Сол кезде бізде
28 грамм. Мынау бізде 56. Суымыз бізде 18 грамм. Эмері 18. Енді бөле саламыз. 28 56-ға бөлсек бізде 0,5 шығады. 18-18-ге бөлсек бізде 1 шығады. Кішіміз бізде әрине мынау. Онда мұның қажет жоқ қалады бізге сонда. Ары қарай енді мынаны қажет жоқ. Анықтау үшін тек қана кальций OH-тың массасын табу үшін эмерін анықтаймын. Эмері бізде кальций OH-тың 74 болады. Үстіне x болады. X табу үшін 74-ті көбейтемін 28-ге бөлім 56-ға. Сол кезде бізде 37 грамм болады. Түсіндіге? Жақсы, сонда балалар. Келесі типін қарастыратын болсақ, қалыпты жағдайда 10 литр азот пен 10 литр, 20 литр сутегі реакцияға түскен кезде түзілген аммиактың көлемі қандай дейді. Енді бұл есепті дұрыс шығару үшін реакциясын білуіміз керек. Реакциясы бізде азот қосылған сутегі бөлінеді бізде аммиак. Енді алдына қоямыз 2, алдына қоямыз 3. Теңестіру үшін айтып жатырмын. Енді бұлай қараңыздар, мына жерде осыған дейін есептерде заттың массасы берілген, массасы. Енді осы жерде көлем беріліп тұр, көлем. Оны салыстыру үшін, мысалы үшін 10 литр бізде азотымыз, ал мынау бізде 20 литр. Біз осы көлемді білеміз қалыпты жағдайға. Мысалы үшін алатын болсақ, мына жерде коэффициент бізде 1, сондықтан 22,14-тің өзі болады. Ал мына жағдайда бізде алдында 3 тұр. Сонда 3-ке көбейтеміз. Сонда алатын болсақ, бізде қалыпты жағдайда 3-ке көбейтсек 67,2 шығады. Енді 10-ды бөлсем қалыпты жағдайға бөлу тең болады бізде 0,446 болады. Ал мынаған бөлсем бізде 20 бөлінген 67,2 тең болады 0,2976 болады. 0,2976 болады. Сол кезде балдар қараңыздар. Әрине қайсы кіші? Әрине мынау кіші. Азотпен шығарамыз. Енді аммиактың көлемін анықтау үшін көлем табу керек болса, алдындағы коэффициентті біз не істейміз? Қалыпты жағдайға көбейтеміз. Сол кезде біз алатын болсақ, айтпақшы мынау бізге керегі жоқ. Мынау керегі жоқ міне уже. Мынау керегі жоқ міне. Енді мына жерде 44,8 болады. Себебі бізде қалыпты жағдайда 2-ге көбейдік. Өйткені алдындағы коэффициент бізде 2. Сонда алатын болсақ, x тең болады бізде 44,8 көбейтем 10-ға бөлем мынаған. Сонда алатын болсақ 44,8-ді көбейтеміз 10-ға бөлеміз 24-ке. 44,8-ді көбейтем 10-ға бөлем тең 20 литр шығады. Дұрыс жауап осы болды балалар. Түсінікті ғой, иә? Жақсы, келесі шығарайық онда. Массасы 20,8 грамм барий хлориді бар етіндіге 20 грамм күкірт бар етінді салды. Түзілген томаның массасы дейді. Реакциясын жазамыз. Барий хлор 2 плюс H2 SO4, сол кезде бізде бөлінеді. Барий S4 пенен H хлор. Енді теңестіріп болсақ алдын 2 қоямыз. Барлығы теңесті. Ұмытпаймыз, бізде барий S4 деген бізде аппақ тұнба рентгенде қолданылады. Енді екі зат массасы берілген. Мынау бізде 20,8 грамм. Мынау бізде 20 грамм. Енді барий хлордың эмері бізде 208, сонда бөлген кезде 0,1 шығады. Ал 20,98-ге бөлсек, бізде шығады екен мөлшер менен 0,2 шығады, иә? 20 бөлген 98 тең 0,204 шығады. Ары қарай алатын болсақ, барий S4 бізде тұнба, оның эмері бізде 233 болады. Сонда x тең болады бізде. Жақтан керек жоқ бізге мынау. Мынау керек жоқ. Сол кезде алатын болсақ, x тең болады бізде қанша болады екен? 23,3 грамм болады. Дұрыс жауап осы болады балалар. Түсіндік, иә? Жақсы. Келесі есеп амфотерлік гидроксид дейді балалар. Енді бұл есептің реакциясын кейбір оқушылар курсқа қатыспаған білмеуі мүмкін, себебі бұл күрделі реакция болып табылады.
мырыш гидроксидінің формуласы бізде цинк OH2 плюс натрий OH. Қараңыздар балалар, егер де ерітінді мен ерітінді реакцияға түссе бізде, ол кезде бізде бөлінеді екен натрий 2 цинк OH. Яғни кешенді қосылыс бөлінеді екен. Ары қарай енді теңестірушінің алдына қоямыз 2 теңесіп тұр. Енді массасы бізде 9-да 9 грамм. Ана бізде емер 99 бөлсек 0,1 шығады. Ал мұнда бізде натрий OH массасы бізде 10 грамм. Натрий OH-тың өзі бізде 40, 2-ге бөлсек 80 болады. Сол кезде 10 80-ге бөлсек бізде 0,125 шығады. Енді осыдан қараймыз, қайсы кішкентай? Әрине бізде мынау кішкентай. Сондықтан бізде қажет емес. Мынау керек емес. Енді натрий кешенді қосылыстың емерін анықтаймыз. Ол бізде әрине екеуінің қосылысы тең болады. Бақылап бізде бөлінген жоқ. Сол кезде бізде қанша шығады екен? 179 болады. Ағыры 179-ды көбейтем мынаған, бөлем мынаған. Сол кезде бізде 17,9 грамм болады екен. Соңғы есепті көріп жүрейік. Қышқылдық оксидтің негізбен реакциясы дейді балалар. Есепте алатын болсақ бізде SO2 қосылған натрий OH бөлінеді бізде натрий 2 SO4 қосылған су. Теңестірсек алдына қоямыз 2. Енді күкірт оксидінің массасы бізде емер бізде 64. Мынау бізде 32, значит бізде 0,5 шығады. Ал енді мына жерде алатын болсақ 30. Натрий OH-тың емері 80 болады. Сол кезде бізде 30 бөлінген 80 тең болады 0,375 шығады. Яғни бізде кішісі осы екен. Керек емес бізге мынау. Керек емес. Енді қарай натрий сульфидінің емерін анықтасақ, мына жерде қате жазып кеттім. Натрий сульфиді SO3 болады. Бізде SO2 ғана жерде. Сол кезде бізде оның емерін анықтайтын болсақ, натрий бізде 46 қосылған 32 қосылған 48 тең болады 126 шығады, иә? 126 шығады. Сол кезде алатын болсақ 126-ны көбейтеміз 30-ға бөлеміз 80-ге. Жоқ. Дұрыс, 26-ны көбейтеміз 30-ға бөлеміз 80-ге. Сол кезде бізде 126 көбейтілген 30 бөлінген 80 тең 47-де 25 грамм шығады. 47-де 5 грамм. Жақсы. Балалар, осымен бізде артық кем есептері аяқталды. Келесі тақырыбымыз бізде газдың салыстырмалы және абсолютті ыздығы дейді. Өте маңызды тақырыптардың бірі. Так. Ең алдымен балалар мынаны түсінейік. Газдың салыстырмалы ыздығы деген балалар, бұл біреу бойынша. Мысалы, оның формуласын салатын болсақ, бізде D тең болады M1 бөлінген, яғни MR1 бөлінген MR2 болып табылады балалар. Яғни бір газдың MR-ін бөлеміз екінші газдың MR-іне. Түсініп отырсыздар ма? Мысалы, мынандай сұрақ. Күкірт оксидінің оттек бойынша салыстырмалы тығыздығын анықта дейді. Енді ең алдымен күкірт оксидінің MR-ін анықтаймыз. Күкірт оксидінің формуласы қалай бізде? SO2. Ал оның MR қанша бізде? 64 шығады. Ал енді оттегінің MR қалай бізде? Оттек O2 ғой. Оттек 32 болады. Сол кезде ана SO2 оттектен қанша есе ауыр екенін табу үшін D тең болады. Енді D деп жазылады. Өйткені бізде ағылшынша ол density деген сөз тығыздықты айтып жатыр. Осы 64-ті бөле саламыз 32-ге. Яғни күкірт оксидінің оттек бойынша десе, сол бойынша деген газға бөлеміз. Мысалы, оттек бойынша десе, 32-ге бөлеміз. Сол кезде біз 2 шығады. Болды. Түсіндік. Осылай ғана есеп. Түсіндік қой, иә?
келесі есепті көрейік. Көміртек оксидінің ауа бойынша дейді. Енді көміртек оксидінің формуласы бізде қай болып табылады? СО2. Оның емері бізде 44 болады. Өйткені С бізде 12, ана 32, 44 шығады. Ал ауаның емері қанша? Ауаның емері 29. Түсінікті ғой, иә? Сонда д-ны табатын болсақ бізде не? Көміртек оксидінің ауа бойынша десе, сол кім бойынша десе, соған бөлеміз. 44-ті бөлеміз 29. Сол кезде пермені бізде 1,5 шығады балдар. Болды, осылай болады дұрыс жауап. Сонда көміртек оксидінің ауа бойынша тығыздығы бізде 1,5 екен. Ал СО2-нің оттек бойынша тығыздығы бізде 2 екен. Сондай есеп. Енді айтып көрейік келесі есепті. Белгісіз газдың сутек бойынша тығыздығы дейді бізде 22 дейді. Осы газдың емерін анықтайды. Енді сұрақ. Сутектің балары емері бізде қандай? Ол бізде H2 ғой, дұрыс па? Ол бізде 2 болады. Сонда емер бөлінген 2 тең 22, себебі сутек бойынша десе, значит сутекке бөлеміз. Белгісіз газ. Сол кезде 22 шығып тұр екен. Тығыздығы 22 берген. Енді бізге сұрап тұр белгісіз газдың емерін. Ал емер тең болып бізде қанша? 44 болады сонда бізде. Соны 2-ге көбейтемін. Сол кезде 44, енді молярлық масса болғаннан кейін грамм бөлінген қасында моль бар. Сонда 44 грамм бөлінген моль екен. Енді бұл бізде әртүрлі газ болуы мүмкін. Мысалы үшін бізде СО2-нің емері 44, С3, H8 деген газдың, пропанның газ емері 44. Кез келген вариант болуы мүмкін, бірақ бастысы 44 екен емері. Түсіндік па? Жақсы. Келесі есеп. Балалар, бізде абсолют тығыздық балалар. Абсолют тығыздық деген ол белгілі бір газдың өзінің тығыздығы балалар. Ешкіммен салыстырмағандағы. Яғни алатын болсақ, өзінің массасының қатынасы өзінің көлеміне. Мысалы, көміртек оксиді газының қалыпты жағдайдағы тығыздығын анықта дейді. Енді ол үшін бұл бала есеп шығару үшін біз бітеміз просто енді сізге қарапайым түсіндірейін. Емерін бөлеміз қалыпты жағдайға. Мысалы алатын болсақ, ро тең болады м бөлінген вм. Неге олай десеңіздер, былай не? Себебі СО деген бізде газ, мысалы үшін ол көміртек оксиді ғой, енді эквивалентісі. Ол СО. Ол тең болады бізде қанша? 28 грамм бөлінген моль. Сонда алатын болсақ, М-нің өлшемділігі бізде 28 грамм бөлінген моль. Ал енді астында бізде ВМ деген бізде не ол? 22,4 литр бөлінген моль. Сол кезде моль мен моль қысқаратты бізде не қылады? Тең грамм бөлінген литр қалады балалар. Литр. Сонда алатын болсақ 28 бөлінген литр тең болады бізде 1 бүтін жаңағы 125 екен. 1,25 грамм бөлінген литр екен. Яғни бұл деген сөз, мына СО деген газдың 1 литрі 1,25 грамм ғана екен дегенді білдіреді. Сонда бұл өз тығыздығы. Өз тығыздығы деген ешкім бойынша емес, просто емерін алып қалыпты жағдайға бөлесіздер. Түсіндік па? Онда мынандай есеп болды, қараңыздар. Тығыздығы 1,43 грамм литр болатын белгісіз газдың 1,12 литрдің массасын анықтайды. Енді балдар, бұл есепті шығарудың екі әдісі бар. Прямой әдісі, жаңағы тікелей әдісі, ол бізде білесіздер, физикадан өтіңіздер ғой. Ро тең жаңағы масса бөлінген көлем. Енді массасын анықтау үшін біз не істейміз? Әрине тығыздықты көбейтеміз в-ға. Тығыздық бізде қанша? 1,43 грамм бөлінген литр. Ал в қанша бізде? 1,2 литр. Сонда бізде литр мен литр қысқарып тең болады жаңағы бізде 1,43 көбейтілген 11,2 тең 16 грамм шығады екен, 16 грамм. Бұл дұрыс жауап осы болады. Түсінікті ма? Иә. Жақсы, енді тыңдаңыздар. Бірақ та бала қараңыздар, айтып жатыр. Осы газдың дейді ауамен салыстырма тығыздығын анықтайды балалар. Бұл есепке балалар келмейді, өйткені бұл жай ғана массасы балалар.
ауамен салыстырмалы тығыздығын табу үшін ол газдың бізге қажет эмері. Сондықтан бізге балалар екінші әдіс керек екен. Мына әдіс тоже жақсы, бірақ та екінші әдіспен шығаратын болсақ, біз не істейміз? Не былай істейміз балалар, жаңағы алға шығарсақ, мына 11,2-ның ішіндегі моль табамыз. Сонда алатын болсақ, бізде n газ тең болып біз не істейміз? 11-2-ні бөлеміз қалыпты жағдайға. Тең 0,5 моль шығады екен. Яғни 0,5 моль шықты бізде. Бұл бізде газдың молі. Массасы бар. Эмерін табу үшін біз не істейміз? 16-ны бөлеміз 0,5-ке. Сол кезде бізде болады екен 32 грамм бөлінген моль. Яғни заттың эмері бізде 32 екен. Өйткені біз массаны бөлеміз мольға, білесіздер ғой, эмерді анықтау үшін. Эмер дегенде жаңағы мольдық массаны. Сонда алатын болсақ 32 грамм бөлінген моль шығады. Бұл заттың эмері. Ауамен салыстырмалы тығыздығын табу үшін не істейміз? Бұл тең болады бізде 32-ні жай ғана бөліп саламыз 29-ға. Сол кезде бізде 1,3 шығады екен, болды. Дұрыс жауап болса. Яғни мынау бізде сонда алатын болсақ салыстырмалы тығыздығы, ал 1,43 деген бізде газдың абсолютті өз тығыздығы. Есеп түсінікті ма? Иә. Жақсы, сонда тағы есеп көрейік. 20 литр күкірт сұйық жағу үшін дейді, қанша литр ауаға жетеді? Енді күкірт сұйықтың формуласын жазсақ, бізде ол формуласы қалай екен? Күкірт сұйықтың H2S плюс оттекпен жағамыз. Сол кезде бізде балалар әрбір элемент жанады екен. Сутекте жанады, оттекте жанады, сутекте, күкіртте жанады. Сол кезде бізде H2O менен SO2 бөлінеді екен. Теңестіру үшін мен алдына қоятын болсам, мына жерде бізде сутегіміз 2, күкіртіміз 1, оттегіміз 2, мына мен 3 болып тұр. Сондықтан оттегінің алдына 1,5 қоя саламын. Осы жерде түсінікті ма? 1,5-ді 2-ге бөлсек, 3 шығады. Ал мұнда бізде 2 оттек не? 1 оттек, сонда 3 болып тұр. Теңестіру екеуі. 1,5 қоя саламын, коэффициент. Енді мынандай сұрақ. 20 литр күкірт сұйықты жағу үшін қанша литр ауаға жетеді? Ауа деген бізде білесіздер, оттектен тұратын газдар қоспасы. Енді жазамыз үстіне 20 литр деп, H2S-тің. Оның қалыпты жағдайдағы көлемі 1,4 литр. Ал енді ауаның оттектің жаңағы көлемін табу үшін қалыпты жағдайды көбейтемін қаншаға? 1,5-ға көбейтемін. Өйткені бізде алдында тұрған коэффициент 1,5. X тең болады бізде 22,4-ті көбейтемін 1,5-ға. Көбейтемін 20-ға, бөлем қалыпты жағдайға. Сол кезде бізде болады екен 30 литр шығады. Бұл бізде тағы айтам оттегінің көлемі болар, оттегінің. Енді оттегі ауаның құрамында 21% болатын болса, көлем бойынша, онда 30 литр оттегінің тең болады бізде 21%. Ал ауа бізде қанша пайыз? Әрине 100%. X табу үшін 30-ды бөлем 0,21-ге. Сонда 142-де 85 шығады екен. 142-де 85 литр. Дұрыс жауабы осы болады. Ауаның көлемі тең көлем ауа. Ал мынау бізде тең көлем O2, оттектікі. Енді балалар, бұл есептер жаңағы бізде арналады екен. Көлемдік қатынастар заңына Гей-Люссак заңы балалар. Гей-Люссак заңы. Егер азот плюс сутектің әрекеттесуімен аммиак сутетін болса, реакциясын жазатын болсақ, бізде азот плюс сутек тең болып бізде аммиак бөлінеді. Теңестіру үшін алдына қоямыз. 2 алдына қоямыз. Енді 15 литр аммиак дейді. Жоқ, 15 литр азот дейді. 15 литр азот болса, басқа пастымен жазайын. Көлем 15 литр азот алатын болсақ, оның астында реакцияға 15 литр азот алынса дейді.
жұмсалатын сутегінің дейді және түзген аммиактың көлемін тап дейді балдар. Бұл есепті шығару үшін сутектің көлемін табу үшін балдар біз тек қана ала саламыз, жай ғана коэффициенттер ала саламыз. Мысалы үшін азоттың алдында коэффициенті 1 болғандықтан 1 деп ала саламыз. Мына жерде 3 болады, өйткені алдында коэффициент 3 тұр. Значит, сутегінің көлемі азотқа қарағанда 3 есе көп деген сөз. Сонда 3-ті көбейтсек 15-ке тең болады бізде 45 литр балдар. Яғни ауызша шығарса болады. Мына 1 болса, мына 3 болса, мына 15, мына 45 деген сөз. Түсінесіздер ма? 1, 3, 15, 45. Дәл сол сияқты, мысалы үшін 2 болып тұр мына жерде коэффициент. Значит, мына 1 болса, мына 2 болса, мына 15 болса, значит, мына бізде қанша? 30 литр болады. Түсіндік қой, өшіп шығаруға болады. Егер есептер реакцияда бізде газдар болса. Түсінікті ма? Жақсы, онда. Келесі көрейік. Күкірт оксидін алу үшін 50 литр күкірт оксиді мен 30 литр оттегін алды дейді. Реакция нәтижесінде қанша литр күкірт қалды, қай газ артық қалады, оның көлемі қанша дейді. Жақсы, онда алатын болсақ бізде былай. SO2 плюс O2 тең болады. SO3 шығады. Теңестіру үшін алдына қоямыз. 2 алдына қоямыз. 2. Енді. Мына жерде алатын болсақ бізде күкірт оксидінің көлемі 50 литр, мұның бізде 30 литр. Енді қараңыздар балдар. Реакция нәтижесінде қанша литр күкірт оксиді түзіледі дейді. Мынаны табуымыз керек қой. Мына екі газдың балдар қайсысы артық екенін табу үшін біз не істейміз? Алдындағы бөлеміз коэффициентке. 2-ге бөлсек, мына жерде мысалы үшін бізде 25 шығады. Ал мұнда 1-ге бөлсек бізде 30 шығады. Бұл деген сөз балдар, бұл деген сөз оттектің жаңағы молі көбірек деген сөз. Яғни біз шығарамыз кіммен? SO2 мен. Сол кезде оттегі және артық деген сөз. Енді қанша литр SO3 түсетін табу үшін біз не істейміз? Неге жаза саламыз? 2, өйткені бізде келі жоқ айтпақшы. 50-ді көбейтем 2-ге, бөлем 2-ге. Мынада келі жоқ. X тең болады бізде. Қанша болады? Тоже 50 литр болады. 50 литр, иә. Болды. Бұл SO3-тің көлемі. Енді қай газ артық қалды және көлемі қанша еді? Ол бізде артық қалған оттегі. Оттегті анықтайтын болсақ бізде. Так. SO2 тағы жазып көрсетейін. Бөлек O2 тең SO3 болады. Теңестіру үшін алдына қоямын. 2 алдына қоямын. 2. 50 литр болса, мына бізде 2, мына бізде 1, сонда X тең болады бізде 25 литр болады. Значит, бұл деген сөз 50 литр жаңағы SO2 мен реакцияға түсті бізде оттегінің 25 литрі. Түсті деген сөз, өйткені бізде коэффициент бізде 2, мында 1 ғой. Сонда бізде 30 литр оттегінің 25 литрі түседі реакцияға SO2 мен. Сонда көлем жаңағы артық оттегінің бізде қанша екен? 5 литр қалады сонда. 30 литрден 25 тең болады бізде 5 литр қалады екен. Түсіндік ма? Есеп шығару жолы. Келесі есеп, соңғы есеп. Көкірсутек газдың 100 литрін толық жағу үшін қанша көлем ауаға жетеді? Енді ауаның айтпаған екен, ауа бізде фи және оттегіміз тең болады екен қанша? 21% деп аламыз. Өйткені бізде ауаның құрамында 21% оттегі бар. Сол кезде алатын болсақ бізде H2S плюс O2 тең болады SO2 менен су. Алдына қоямыз. 1,5. Қараңыздар. Мына бізде 100 литр болса, мына бізде 1 коэффициент болса, мына 1,5 болса, оттектің көлемін табу үшін біз не істейміз? 1,5-ды көбейтеміз 100-ге, сонда бізде 150 литр болады екен. Бұл бізде оттегінің көлемі. Енді сол 150 литр оттегіміз бізде 21% болады. Ал общий ауамыз бізде 100%. Сонда X тең болады
150-ді бөлем 0,21-ге. Тең болады 714 литр екен. 714 те 28 литр. Тең көлем ауа болды. Жақсы балдар. Осымен біздің бүгінгі бейне сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.